Жаңа тағайындау бүгін өңір басшысы Алтай Көлгінов облыс активінде облыс әкімінің жаңа бірінші орынбасарын таныстырды. Бұл қызметті енді Ғали Исқалиев атқаратын болды. Өңір орталық ротация негізінде облыс әкімінің бірінші орынбасары Игорь Стексіп Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі мемлекеттік бақылау және аумақтық ұйымдастыру жұмысы бөлімінің мемлекеттік инспекторы қызметіне ауысты. Оның орнына өңір жұртшылығына жақсы таныс Ғани Исқалиев тағайындалды. Уважаемый актив области. Құрметті облыс активі, өңір орталық ротация негізінде облыс әкімінің бірінші орынбасары қызметін енді Ғани Исқалиев атқарады. Ол тәжірибесі мол маман, жоғары ұйымдастырушылық қабілетімен танылған. Алда уақытта бар білім-білігіңізді өңірдің өркендету жолына салады деген сенімдемін. Облыс әкімі Алтай Көлгінов Игорь Стексіптің өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы жолындағы жемісті жұмысын атап өтіп, жаңа қызметте табыстар тіледі. Кадрлық ауыс-түйіс меритократия қағидаттарын жүзеге асырудың нақты мысалы. Уважаемый Алтай Сидерович, уважаемые коллеги, за эти 4 года Соңғы 4 жыл бойы облыс экономикасын дамытуға, тұрғындардың тұрмысын жақсартуға бағытталған жұмыстарды атқардым. Осы аралықта үлкен тәжірибе жинадым. Енді сол тәжірибені жаңа қызметте тиісті дәрежеде пайдалануға тырысамын. Осы жылдарда ынтымақтаса жұмыс істедік. Алда да бірлігіміз арта түседі деген ойдамын. Сіздерге алғысым шексіз. Өз кезегінде облыс әкімінің бірінші орынбасары өзіне білдірген зор сенімді ақтауға бар күш-жігерін жұмсайтынын жеткізді. жайық өңірінің халқына қызмет ету мен үшін үлкен жауапкершілік және құрмет. Сондықтан сізге Алтай Сидерұлы көп рахмет осындай мүмкіндік бергеніңіз үшін. Енді халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға арналған көптеген бағдарламалар бар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың. Сондықтан осы бағдарламалардың бәрін іске асыруға сіздермен бірлесіп бар күштерімді саламын. Рауан Дияли, Дастан Бижанов, Алтынбек Қабделов, Ақжай арнасы.